Міне, жылдағы игі дәстүрмен Қазанның алғашқы демалысында ұстаз деген ұлы кәсіптің барша иелерінің төл мерекесі де келіп жетті. Ендеше құрметті ұстаздар, барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Этот теплый и сердечный праздник дорог каждому из нас, потому что каждый год мы не просто чествуем учителей, а дарим им всю душевную теплоту, которую они когда-то в нас зажгли. Today is your day. We congratulate you with all our heart. We're extremely grateful for all things that you do. We appreciate and acknowledge as we look through your view. Our dear teachers, our delightful teachers, good luck, success, and bright victories. Ұстаздық ету жай ғана кәсіп емес. Бұл әркімге бұйыра бермейтін ұлы өнер. Бұл ұстаздар қауымын қашанда алақанда аялайтын, қамқорлығын аямайтын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзі. Әрине, осындай қолдаудың арқасында еліміздің мұғалімдері де ұрпақ тәрбиесіне еселі еңбегін аяған емес. Совершенно верно, Жансерик. У главы нашего государства, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева особое чувство и отношение ко всем учителям нашей страны. Ведь учитель созидает будущее. А благодаря особой заботе нашего президента и каждодневным усилиям наших учителей, будущее нашей страны в надежных руках. Ендеше, құрметті достар, 12-ші сыныптар, барша ұстаздарымызды тағы да құттықтау барысында бір шын жүректен кәне қошемет жеп қояйық. 1, 2, 3. Мінекей, бүгін таңертеңнен бастап осы түскі уақытқа дейін 12-ші сыныптардан сіздерге деген ыстық лебіздерін көрдіңіздер. Ендеше, ұстаздарға ұнады ма? Өздеріңіздер қошеметпен білдіріп қояңыздар. Керемет. Ендеше, құрметті ұстаздар, сіздерге өздеріңізді шәкірттеріңіз дайындап отырған, біздің жолбасарларымыздың дайындаған мерекелік концертті тамашалауға қош келдіңіздер. Дорогие учителя, еще раз с праздником вас! Ну а сейчас мы передаем нашу праздничную эстафету своим маленьким коллегам. And now, let's invite our small friends to the stage. Білгіш ғалымнан, оқушы жас жалынан, мархабатта ойшылдан, мал өсірген қойшыдан. Жазушыдан, ақыннан, ғарышкерден, батырдан, өнер асқан актерден, ырыс қазған шахтерден. Маң бұралған бишіден, ой тербеткен күйшіден. Оқыған жас кәріден, оқушының бәрінен, Ұстаздарға мың сәлем! Армысыздар, аяулы ұстаздар, бармысыздар, білім нәрімен сусындатқан ардақты жандар. Добрый день, уважаемые учителя! В день осенний, когда у порога задышали уже холода, школа празднует День педагога, праздник мудрости и знаний труда. День учителя. Слушайте сердцем в эти звуки, что дороги нам. Все, что связано с юностью, с детством, мы обязаны учителям. Бүгінгі кешіміздің шымылдығын азу үшін сөз кезегі мектеп директоры Байтуков Арсен Қастайұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, бүгін сіздерді ұстаздардың төл мерекесімен, педагогтардың қуанышты күнімен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, жанұяларыңызға тек қана бақыт, аспаныңыз ашық болсын, балаларыңыз ең биік шыңдардан көріне берсін. Уважаемые учителя, уважаемые дети, которые сегодня побыли в наших, так сказать, условиях, да? Разрешите поздравить вас с Днем Учителя. Я желаю вам в первую очередь крепкого здоровья, чтобы в ваших семьях был покой, было счастье, было благополучие. И также желаю вам, чтобы наши ученики достигали всех высот, которые они задумали для себя, и чтобы
все наша миссия, чтобы вся наше видение исполнялось в наших детях, и наш город, наша страна только улучшались. Как я и писал вчера в письме, да, сегодня мы увидели уважение к нам, уважение, проявленное к ученикам, такой консистенции. Хотелось бы, чтобы оно было каждый день, хотелось бы, чтобы она не оставалась только в рамках этой школы, но распространялась дальше, когда мы едем в автобусе, когда мы выступаем место, когда мы в магазинах в очереди стоим, да. И также, я думаю, сегодня мы проявили уважение детям, мы проявили им доверие, мы доверили им вести самое важное, как в том анекдоте, да, когда вор подходит к учителю и говорит: снимай часы, давай часы. Он говорит: часы не дам. Да? Переклассное руководство. Мы доверили самое важное сегодня. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить за это уважение, которое мы проявили друг к другу. Вы знаете, что начался месяц уважения. Каждый месяц у нас будет какая-то из наших ценностей, чтобы мы внедряли это в нашу культуру. Чтобы это не были просто мертвые слова, где-то отображены в кабинетах, в рамочках, а чтобы оно действовало в нашей жизни. Ну и вот вчера буквально в Фейсбуке я заметил, вот, on a Carlos Facebook page, I found a picture with words. If you want accept respect, you should give it first. То есть, если вы хотите получить уважение, нужно научиться его проявлять, давать. Поэтому в знак уважения к вам, уважаемые коллеги, к вашей работе, разрешите наконец-то за 2 года, на 3-й год существования, отметить учителей. Наконец, мы дошли до этого. Ну ничего. Итак, грамоты у нас немножко не просто именные, но мы хотели отметить, за что мы даем эти грамоты. Поэтому на каждой грамоте написано кое-что. Итак, грамотой награждается заместитель директора по внешним связям Букутова Асингуль Сиксимбаевна за эффективную организацию и реализацию плана развития школы. Вчера я обозвал Асингуль Сиксимбаевну очень хорошим словом с точки зрения физиков и химиков, ну и биологов, катализатор. Келесі грамота. Грамотой награждается учитель казахского языка и литературы Жанғазы Амангуль Бакенқызы за высокие результаты. Давайте послушаем. За высокие результаты учеников по итогам внешнего суммативного оценивания. Грамотой награждается учитель русского языка и литературы Амирбаева Жамал Канаровна за высокие результаты учеников по итогам оценивания внешнего суммативного оценивания. Также за символ волонтерской работы. Жамал Канаровна первой предложила волонтерскую работу в интернате в 2013 году. Грамотой награждается учитель физики Назарова Гульмайра Мапуатаза за организацию и проведение педагогической практики для студентов ТарГПИ ТарГУ имени Дулати. Грамотой награждается учитель математики Ахмедиева Гульнура Бакеновна за организацию и проведение педагогической практики для студентов ТарГПИ и ТарГУ. Грамотой награждается учитель ГППР Шарлин Ван Скауквит за активную волонтерскую деятельность. Грамотой награждается учитель математики Рахбаев Азамат Амангалыевич за вклад в профориентационную работу школы на волонтерской основе.
награждается ассистент учителя физики Мырзаков Нуржан Джунусбекович за трудолюбие и вклад в учебный процесс школы. Несмотря на то, что 8 или 9 часов, он никогда не уходит, пока не закончит печатать суммативные работы. Поэтому 12 класс это он делает, это не мы. Грамотой награждается воспитатель Кульмаханбетова Шопан Тураровна за плодотворную работу и вклад в воспитание подрастающего поколения. С появлением кураторов и воспитателей мы уже сняли с себя роль второй мамы, да? Это в старых школах нас называли вторые родители. Грамотой награждается воспитатель Джурабаева Гаухар Турсынбековна за плодотворную работу и вклад в воспитание подрастающего поколения. Грамотой награждается педагог-куратор-организатор Умирзакова Шоупан Куатбековна за плодотворную работу и вклад в воспитание подрастающего поколения. Можно сразу орден давать матери, как мать героини, 40 детей сразу. Грамотой награждается педагог-куратор-организатор Абдикалыкова Гаухар Маратовна за плодотворную работу и вклад в воспитание подрастающего поколения. Грамотой награждается лаборант биологии Алимжанова Дина Мирхановна за трудолюбие и вклад в учебный процесс школы. Грамотой награждается учитель физической культуры Ниазалиев Аскар Кайсарбаевич за активную волонтерскую деятельность. Грамотой награждается учитель биологии Кутасова Сирикуль Кутеновна за активную волонтерскую деятельность. Грамотой награждается учитель русского языка и литературы Белозерова Ольга Игоревна за активную волонтерскую деятельность. Одна из самых, так сказать, важных волонтерских деятельностей – это исследование в действии. Грамотой награждается учитель химии Аширова Дамира Хамитовна за активную волонтерскую деятельность и от себя за изучение английского языка, овладение им. После вас я никому не верю, что английский язык трудно выучить. Грамотой награждается учитель искусства Маджанова Лязат Катибхановна за вклад в развитие творческих способностей учащихся. Грамотой награждается учитель математики Базилева Юлия Сергеевна за эффективное управление методическим объединением. Одно из крупнейших и одно из эффективнейших методических объединений. Молодой человек, со вспышкой. Никто не поберег его.
Грамотой награждается учитель информатики Дюсикеева Баужан Мирбекқызы за организацию и проведение проектов «Калькулярная школа» и «Виртуальная школа». Тағы сізге мың алғыс, себебі сіз болмай осы мектеп осындай болмаушы еді. Және де бір мынандай дана сөз бар. Мектеп өз мұғалімдерінен жоғары бола алмайды. Сіз қаншалықты деңгейіңіз жоғары болса, дәл сондай мектепте болады. Онсыз басқаша болу мүмкін емес. Уважаемые учителя, еще раз от лица администрации, лично от себя хочу поблагодарить вас, поклониться вам, потому что школа никогда не будет выше своих учителей, выше вашего уровня. И, как вы заметили, мы награждали сегодня не за работу, потому что за работу, я думаю, мы получаем зарплату. Мы поздравляли сегодня, отмечали учителей, которые внесли вклад в школу помимо своей основной деятельности. За волонтерскую работу, за внесение какого-то положительного эффекта в развитии школы. Но сегодня мы не смогли всех охватить, конечно же, больше грамот. Но думаю, впереди еще есть праздники, и мы с вами еще не раз встретимся. Балалар, каники, біз аз уақытқа болсын ұстаздарымызбен орын алмасын көрейікші. Ребята, как же хорошо быть учителем. Дәптер тексересің, баға қоясың. Да, учить уроки не надо. Тәртіп бұзсақ, ата-анамызды мектепке шақырмайды. Оқушы болған жақсы ма, ұстаз болған жақсы ма? Әлі түсінбедім. Себебі осы мектепке келгеніме бір ай болды. Біз бүгін ұстаздарға демалыс жариялаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. This moment is forevermore. So now eternity's an open door. Never stop doing these things you do. Every bridge I take and breathing you. Forever till the end of time. From now on, only you and I. We're going up.
Барлығын келісесіңдер ме? Я келісемін. А я, Хамацака, буду заучем, потому что я люблю, чтобы все было под контролем. Я, Сайра Лейла, буду учителем информатики, потому что я люблю технологии, социальные сети и компьютеры. Алондай болса мен, Мирзабаев Аружан, ағылшын тілі пәнінен беремін. Себебі мен ағылшын тілін жақсы көремін. Тух, кім болсам екен? Мен химия пәні, жоқ ол қиын сабақ. Мүмкін биология, ол да қиын. Қайсысынан басам екен? Осы сабақтардың жауапкершілігі көп қой. Жарайды, кім болғым келетінін мен сіздерге кеңірек айтайыншы. Себебі қателесуден қорқамын. Әбілқайыр, байқа, тезірек таңда. Әйтпесе мен сені жұмыстан шығарып жіберемін. Айдана, ал сен кім болғың келеді? Мен 7-ші сынып оқушысы болып қала берсем қайтеді? Себебі менің ойымша мұғалім өте ақылды болу керек. Мысалы, менің ұстазым бәрін біледі. Әрине, олай да болады. Онда сен сахнаға өзің құрбыларын шақырып, ән айтып бер. Жарайды. Учитель начинает свой урок. Сен қалай ойлайсың? Мектебімізде үздік оқушылар болу үшін не істеуіміз қажет? Біріншіден
менің ойымша сабаққа тыңғылықты орындау керек. Сабаққа кешікпей келу керек. Мұғалімдердің айтқанын мұқият тыңдау керек. Ал нашар оқушыларымыз болмас үшін не істеуіміз керек? Менің ойымша біз оқушылар сабаққа тыңғылықты дайындауымыз керек. Сабақ қызық өту үшін слайд жасау керек, жоспар толтыру керек, дәптер тексеру керек. Жалпы жұмыс өте көп, соның бәрін қалай үлгереміз? Мен директор ретінде тек білім ғана емес, адамгершілікке, қамқорлыққа үйрететін мұғалімдерді өте қатты бағалаймын. Я, әрине, сен айтқаның бәрі дұрыс. Бірақ менің ойымша соның қатарына өнерді де қосу керек сияқты. Біздің мектепте бишілер тобы бар. Сондықтан басаман күрі тобын ортаға шақырайық. могла бы мне подсказать, где будет проходить концерт тамбристов? А зачем тебе тамбристы? Просто дело в том, что мои родители мне на день рождения подарили билеты на этот концерт, а я даже не знаю, где это проходит. И вообще, что это за концерт такой? А, тебе никуда не нужно идти, потому что на эту сцену сейчас выходят тамбристы. Встречайте, на сцене Туркмен Кюе.
мен бұл өлеңнің не мағына білдіретінін түсінген сияқтымын. Иә, біз өз мұғалімдерімізді құрметтеуіміз керек. Жарайсың, Аружан. Рахмет. No matter where I go, every time I look back on this road, you will always be a part of who I am. Everything I've done, every state of greatness you have sung, through good and bad, your love has watched me grow. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment let me say you turn my little limbs to gray. There's no fear, my dreams away with you. All that I can be means so much 'cause you believe in me. You show me how to live with dignity. When the sun sets, I can share with you just like a friend. Your loving smiles and frowns keep me safe. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment let me say you turn my little wings to gray. There's no fear, my dreams away with you. Stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment let me say you turn my little into gray. There's no fear, my dreams away with you. And I really want to say thank you. Лейла, хочешь, я тебе по секрету скажу? В каком классе я учился до того, как назначил себе завуча? Дай-ка угадаю. Когда пришел в эту школу? В 7-м? Нет, до этого. Тогда в 3-м? Нет, не буду тебя мучить. В 1-м. В 1-м? А почему ты мне не сказал? Просто я думал, что быть завучем намного легче, чем учиться в 1 классе. А оказалось совсем наоборот. Хотя в 1 классе тоже не фонтан. Софа, а что плохого в 1 классе? Мне, например, нравилось. Ну, очень уж трудно. Например, нельзя лежать. Парта – это не кровать.
сидеть намерение прямо, как учила меня мама. Если хочу что-то сказать или же спросить, надо лишь руку поднять. И ни с кем нельзя болтать, чтобы уроки не сорвать. Тогда давай не будем много болтать и пригласим на эту сцену ансамбль «Ноль» с танцем «Уйгур».
алмаймын. Мысалы кеше менің қарындасым оқулықтардың орнына ойыншықтарын апарыпты. Елестетіп көрші аружан. Әбілхайыр, қызықсың. Ол әлі кішкентай бала емес па? Ол әлі мектепке барған түсінген жоқ. Ал сенің мақсатың сол ерке балалардан ақылды, білімді балаларды тәрбиелеп шығару. Онда мен ойланайын, шынымен де қызық екен ғой. Ал сен ойланғанша, біздің мектебіміздің жоғарғы сынып оқушыларының орындауында әнді қарсы алайық. Қазағымның даласы, байтақ еткен қарашы, қалдырған бабалардың бақ мұрасы. Жаса мәңгі жастары, алға қарай басқардан, көгінде желбіресін көк байрағы. Шарықтай бер заңғар көктер, қанатын жайған қырандай, алтын туасқа борандай. Туған елім, туған жерім, алтын бесік ата мекен, өзіңсің айтар ән жырым, өзің деп соққан жүрегім, бақыт қонған байтақ елім менің. Армандары табысқан, жараланып намыстан, бір жастар жарқыраған. Алтын бесік ата мекен, өзіңсің айтар ән жырым, өзің деп соққан жүрегім, бақыт қонған байтақ елім менің. Жетінші, сегізінші, тоғызыншы. Айдана, сен не санап жатырсың? Мен мектеп бітіргенше қанша жыл бар. Білімді болу үшін қанша кітап оқу керек, қанша жазу керек, қанша есеп шығару керек. Менің қолым ауырады ғой. Айдана, сен бұған алаң болма. Біздің еліміз өте дамыған болу үшін, дамыған елдердің қатарына қосылу үшін әлі талай қиындықтардан өту керек болады. Ал қазір өзіміздің тұңғыш бітірушілеріміздің жылы лебіздеріне көңіл аударамыз. Көңіл экранға көреміз. Қытай Халық Республикасынан жалынды сәлем, құрметті ұстаздар. Сіздерге деген алғысымыз шексіз. Біз секілді дарынды түлектерді алдыңғы уақыттарда тәрбиелеуімізге тиіспіз.
мақталарыңыз. Сіздердің айтқан өсиеттеріңіз, ақылдарыңыз әрқашанда біздің жүрегімізде. Біз сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. Мы, студенты медицинского университета Астана, Поздравляем всех учителей НИШ города Тарас. Желаем самого наилучшего, успехов, здоровья и благополучия. Наши достижения – это ваша заслуга. Спасибо вам за все. Құрметті Тараз қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары, Сіздерді Русская мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. сіздерге көп рахмет. Сіздерді құттықтаған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс студенттері. Құрметті мұғалімдер, сіздерді мұғалімдер күнімен құттықтаймын. Сіздерге көп рахмет. Dear teachers, Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, congratulations with this great day, the Day of the Teacher. Желаем вам творческого успеха, крепкого здоровья и море терпения. Сіздерге білімдеріңіз, тәрбиелеріңіздің арқасында біз жоғары оқу орнында білім алып жүрміз. Сіздерге қаралысыз. ұстаздар, Назарбаев университетінің студенттері сіздерді шын жүректен құттықтайды. Сіздерге деген алғысымыз шексіз. Сіздерге шырамға шақтарымыз тілейміз. Аямай өткен еңбектеріңіз сақтайтын шәкірттеріңіз көбейіңіз. Дорогие учителя, всем поздравить с этим днем. Пожелать здоровья и счастья. Сказать спасибо за те знания, что вы нам дали. Армысыздар, құрметті ұстаздар. Сіздерді шын жүректен ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Благодаря вам мы обучаемся в одном из самых лучших университетов нашей страны. And we are really happy you have graduated this amazing school, and we are sincerely thankful to your persistent hard work that you have done for us. I've been waiting for you. It's been so long. I know just what I will do. Наши учителя самые отзывчивые. Біздің мұғалімдер ең мейірімді. Our shoulders reach ya. And every day I go to school, you never go out of style. Ooh, you're shining like 24-karat diamond. And me, I wanna wish the best things, and everything that there is. I wanna wish the happiness and joyfulness. So we put a song like this. Light up the school, you're making it right. Lessons are cool, always right. One of a kind, working in the school, go plastic.
Baby, you're so classic. Yeah, baby, you're so classic. Yeah. Oh, мой учитель, хочу говорить. Вдруг детей спал всегда, нет времени отдохнуть. В школе нет краше, в мире нет даже вам в любом классе. Ученик важен, желаю вам всегда сиять так, чтобы освещался ваш путь, пусть будет лучшие двери. Всегда будет для вас. Желаю быть красивыми, счастливыми, такими же, как сейчас. Дайте нам за солнечный свет, поверьте словам, что лучше вас нет. То, как не вы, небесами нам свыше. Дарите нам за солнечный свет, поверьте словам, что лучше вас нет. То, как не вы, небесами нам свыше. Мой учитель ниже, мой учитель ниже. You light up the school, you making it right. School never's alright, one of a kind, walking in the school, go plastic. Baby, you're so classy. Baby, you're so classy.
Достар, мен мұғалім емес, озат оқушы боламын деп шештім. Қайтсем же алғашқы үштігімді жоям. Хайер. Кажется, не только ты. Мы все поняли, как сложно быть учителем. Правда, ребят? Да. Какое гордое призвание давать другим образование, частичку сердца отдавать. С нами объясняться трудно, порой очень даже нудно. Одно и то же повторять, тетради ночью проверять. Долгих лет, успехов в работе пожелать вам дети хотят. Пусть удачные долгие годы вместе с птицей счастья хотят. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар, жан біткен жанарынан нұр сыйлаған, күлімдеп күндей боп жарықсыздар. Алғаш рет оятқансың санамды, алғаш рет ұстатқансың қаламды, сол үшін де мәңгі сыйлап өтемін, түсіндірген жақсы менен жаманды. Ұстаз болам қолымнан келсе егер, маман болам еш қалтықсыз еселер. Ұстаздардың еңбегінің ақысы шәкіртінің еңбегімен өлшенер. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Мерекелеріңіз құтты болсын! Аяғыңызға ұстаздар! Жұлдыздарыңыз әрқашанда биік жарқырап, алар асуларыңыз әрқашанда биік болғай.
Қошеметтегеніңізге көп-көп рахмет.